Бүгін жент істеймін. Мынау талқан. Жарты кило бидайдың талқаны. Мынау бір тойдан келген талқан. Бұл тарының талқаны. Мынау пішіні. Желінбей тұрған пішіні. Юбилейні. Жақсы пішіні. Так, мына пішінәні үгітіп аламыз. Так, мінекей. Сындырып салдым. Енді осына бісміллә деп. Мінекей бір 20 секундтың ішінде үгітіп шықты. Болды. Пышақ өте қауіпті, байқаңдар, бала болса алысқа қою керек. Тез жуып, тез салып тастау керек. Қандай печенье әдемі. Сап-сары. Ыдысқа саламыз. Үстіне жаңа талқанды қосамыз. Мінекей талқанды қостық. Жартысы пішені. Талқан пішенадан көп. Енді май керек. Міне қолдың майы, қазір осыны ертеміз. Қортамыз. Біз мынаған құямыз. Мінекей майымыз ертіп жатырмыз. Аз болса тағы да қосам. Сармай болмаса сливочный май қосуға болады. Бірақ біраз қайнату керек, өйткені ол су көп болады. Таза май шығар, енді көреміз. Міне майымыз еріп жатыр. Пішені тәтті болғандықтан қант аз ғана қосамын. Майға қосып жіберейін деп тұрмын. Өйткені май тұздалған. Дәмі тіптен әдемі болады деп ойлаймын. 2 қасық қант жетеді. Өте тәтті қылмаймын. Тортасы шығып жатыр. Өте су жоқ, е? Карьерісті. Міне майымыз қайнап жатыр. Аса бу шығып жатқан жоқ, яғни суы аз. Жетеді деп ойлаймын. Енді осыны негізі кішкене суытта тұрған дұрыс, бірақ менде уақыт жоқ оған, жандарым. Осыны міне үлкенде ыдысқа салдым мынаны. Оп. Осы жетіп қалар, көреміз. Аз болса тағы да қосамыз. Енді осыны араластырамыз. Жабысу керек қой. Әлде де қосу керек әрине. Әлде де қосу керек. Тағы да ерту керек па, көреміз. Қосу керек. Суғасын қолмен араластырам. Терпеймі. Адырап тұр, бірікпей атыр. Жабысу керек қой. Чуть-чуть надо. Міне аз ғана ерттік. Осы жетіп қалады деп ойлаймын. Да, қосып жүрек біздің. Жетеді осы. Жетсе де, жетпесе де жетеді. Өте майлы қылмаймыз, бәрібір қатады ғой. Пішенәнің майы бар. Қолмен араластырып, жабысып атыр. Так, қолды күйдіріп алмаймыз, жандарым. Әдемілеп араластырамыз. Сосын шағын ыдысыма саламын. Мұздатқышқа салып қоямын. 1-2 сағаттан кейін жей беруге болады. Мен андай бөлек-бөлек ыдысқа салмаймын, бір жола қатыра саламын. Сосын пышақпен омырып алып жей береміз. Анамыз солай істейтін бұрын. Мамамыз онда бидайды өзі қуырады қара қазанға, диірменнен өзі өткізеді.
Қазір енді ондай жоқ қой. Бәрін қолмен жасайтын заман өтті ғой біздің. Аналарымыз шәрсі соңғы буын. Қазір сатып аламыз бәрін. Бәрін сатып аламыз, жандарым. Көрейік. Нек? Жабысты. Болды, енді осыны кәр шағын ыдысқа салам. Мінеке үш ыдысқа салдым, жұқалау етіп. Өйткені алған кезде пышақпен омырғанда оңай болады, жеңіл болады. Қатты басамыз, былай тығыздаймыз. Утрамбовываем, орысша айтқанда. Тығыз басылды. Мұздатқышқа қатырамыз. Мінеке мұздатқышқа салдым. Ал жандарым, қатыңдар. Жайрақ шай ішеміз. Так, бір сағат болған жоқ әлі. Қатық қапты. 40-45 минут өткен шығар. Ал көрейік осыны. Шай қойып жатырмын. 5-тің шайы. Енді осыны қазір көрейік, может. Оппа! Оңай түсті, қараңыздар. Әлде де қата тұру керек, бірақ мен сіздерге көрсеткім кеп тұр, және шай ішкім кеп тұр. Ой, бісміллә. Қазір алам. Осылай. Омырамыз. Жандарым, қараңдар, қандай керемет, е. Мына жерде музыка жетіспей тұр ғой, бір күй ойнау керек қой. Қазақтың тәттісі. Дәмі керемет үгіліп тұр. Дәмді, тойымды. Мынада керемет кружкаға шай ішеміз. Мына ішінде жазу бар. Пусть все твои мечты сбудутся деген. Бәріміздің де игі арман тілектеріміз, армандарымыз орындалсын. Сүт. Ал жандарым, шай ішек. Жентпен шай ішеге. Шай. Қараңыздар. Қараңыздар. Керемет. Бәрімізге ас болсын, молшылық болсын, ең бастысы бас амандық болсын. Бауырларымыз, жақындарымыз, еліміз, жұртымыз аман болсын.